Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қатпарлы самса жасауды үйренеміз. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецепті үйреніп алуларыңызға болады. Сіздермен самсаны әртүрлі етіп теуді үйренеміз. Қамырымызды дайындау үшін бізге ұн, жылы су, бір жұмыртқа және де тұз қажет болады. Жылы суымызға тұз, жұмыртқамызды салып, араластырамыз да үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Біздің самсамыздың қамыры қытырлақ болып шығады. Егер жұмсақ қамыр керек болса, онда тестамызға 1-2 қасық қаймақ қосып жіберуімізге болады. Сонда самсамыз жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, иінін қандырып, дем алуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыздан 2 жайма жаямыз. Жаймамыздың біреуін жайып, оның үстіне ерітілген сары майды жағып шығамыз. Майымызды жағып біттік. Екінші жаймамызды осының үстіне жайып, тағы да майды жағып шығамыз. Дайын болған жаймамызды рулет ұқсатып орап, оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, ортасына салмасын салып, самсаларымызды жасауға кірісеміз. Осы видеода мен сіздерге 4 түрлі самсаны түйіп үйретемін. Түйіп алған самсаларымызды противеньге салып, бетіне жұмыртқасын жағамыз. Қалауымызша түйілген самсаларымыздың бетіне мак немесе кунжут семечкаларын себеміз. 180-200 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа қойып самсаларымызды пісіріп аламыз. Міне, біздің самсаларымыз дайын болды. Самсаларымыз қатпарлы және қытырлақ болып шықты. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.